Үгіт-насихат, ақпарат. Кейбір батыс басылымдарда кезінде айтқандай, осы ғаламда ақпаратты кім иеленеді, яғни ақпарат кімде, сол әлемді билейді дегендей. Сондықтан ойлана келе, қазіргі 20 ғасырдан бастаған үгіт-насихат, ақпарат тарату жүйесі кімнен басталды, қалай бастау алды деген жайлы сұраққа жауап іздейміз. Сондықтан әңгімені бастамас бұрын каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер, және өз пікірлеріңізді комментарийға не ойлайсыз ол жайында. Негізі бүкіл үгіт-насихаттың көбісі мемлекеттік басталды деп айтады, яғни болған шығар. Мысалы, кезінде Шыңғыс хан көптеген қалалар алынбас бұрын қанды шайқас ұйымдастырып, кейбір бағынбаған қалалар жойғызып, яғни келесі қала қорқыныштан берілсін деген сияқты көптеген сондай мысалдар келтіруге болады. Бірақ соның ішіндегі 20 ғасырдағы өзі аты қалмаса да ісі қалған және бүкіл жарнама үгіт-насихаттың атасы болып саналатын Эдвард Бернейсті айтуға болады. Сіз естімеген шығарсыз, бірақ қазіргі бүкіл адамзаттың іс-қимылы, іс-әрекеті, қалай киіну, не жеу, жақсы да жаман да әдеттердің көбісі осы қалыптастырған, яғни қалыптасып осындай тұрмыстық және басқа да әдеттеріміз осы Эдвард Бернейстің арқасында деп айтуға болады. Эдвард Бернейст негізі 1870 жылдары Вена қаласына дүниеге келді. Еврейлер семьясында өте атақты жанұя деп айтуға болады. Яғни оның жазушы Бернейстің туысқаны және психолог, психоанализдің бастаушысы Фрейдтің жиені болып табылады. Сондықтан осы Бернейстің өміріне үлкен бір әсер еткеннің бірі осы Фрейдті айтуға болады. Яғни әкесінен гөрі Фрейдпен көпірталас жүргізіп, яғни Фрейд оны жас істеген жоқ, аралары 50 жас болса да тең дәрежелі адам есебінде екеуі сұхбаттасып әңгіме пікірталас жүргізген талай. Яғни осылай Эдвард Бернейстің қалыптасуына және өмірге деген көзқарасын қалыптасуын ықпал жасаған Зигмунд Фрейдті айтуға болады. Бернейстің әкесі жеке кәсіпкер болған, Америка құрама штаттарына кейін көшіп келіп, Бернейсті, яғни жас Эдвардты сол кездердегі ауыл шаруашылық университетіне береді және Чикагодағы кейін бакалаврды оқиды. Бірақ Бернейст үшін бұл өте маңызды болған жоқ. Оның көптеген оймен пікірталас және адам қылқымен қалай өмір салтын қатты қызықтандырып, үгіт-насихат, соның ішіндегі адамдардың тағдыры мен ойларын бағындыру және басқару деген. Бұның бәрін әрине Фрейдтің сөйлескендегі туған ойлар. Сондықтан ол оқу біте сала үгіт-насихаттар жүргізетін, яғни сол кездердегі 20 ғасырдың театр өнері және кино өнерлері қатты дами бастады. Соның үгіт-насихатын және телекөрермендер тарту болды қойылымдарға. Сондықтан сонымен айналыса бастады. Яғни сол кездердегі театр қойылымдарында адамдар аз болғандықтан көрермендер тарту, үгіт-насихат жүргізу, жарнама жасау дегендей. Бернейст өзінің ерекше оймен және іліммен және адамдардың психологиясы қалай қабылдайды ақпаратты, соны түсінгісі келді. Соның бірі айтуға болатын жаңағы кез келген театрлық қойылымдарды жарнамалаудан бастады. Мысалға, күнделікті жарнаманың жасаған кезде қойылым жайлы аз ақпарат беріп, бірақ қойылым не жайлы толыққанды жеткізіп, соның ішіндегі қойылым қай уақытта, қай жерде болатын ақпаратты тым әдейі аздау беріп, және қандай не жайлы болатын қойылымның тарихы жайында бере отырып, арасында ақпарат қосып отты. Яғни осы арқылы адамдар дөрекі ақпараттан гөрі осындай шағын ақпарат алып отырып қызығушылығын тудыра бастады. Сол кездердегі жас Бернейст үгіт-насихаттың жарнаманың күшін сезіне бастады. Яғни сол кездердегі атақты үлкен компаниялар Warner Bros, Metro-Goldwyn-Mayer деген сияқты солардың киноларын үгіттеп, осылайша Бернейстің аты шыға бастады. Соның бірі сол кездердегі 20 көптеген компаниялар Бернейсті жалдай бастады. Яғни олардың жарнама жасауын, үгіт-насихат жасау. Бернейст әрине бұл үлкен күш екен және үлкен қаражат алып келетінін түсінгеннен өзін бағалауды түсініп көптеген қаражатқа ие болды деп айтуға болады. Яғни соның бір жобаларының бірі, мысалға, біздің қазіргі ішіп жүрген Coca-Cola мен жаңа жылдың не қатысы бар деп. Coca-Cola негізі басынан дәрі-дәрмек болып, кейін яғни сол кездердегі стресс пен жүйкесі тозған адамдар үшін ем деп қабылданды. Одан кейін жай сусын есебінде қабылданды. Яғни сол кездерде онысы қатты тараған емес. Coca-Cola'ны жаңа жылдағы аяз атамен, яғни оның түбегейлі адамға деген көзқараушылығын және қызығушылығын тудыру үшін оны қып-қызыл қылып, қазіргі Coca-Cola сол Бернейстің ойымен жасалған. Қазіргі бүкіл жарнама, мысалы, аяз ата қызыл, оның этикеткасы бәрі осы адамның қызығушылығын, жанұямен тамақтан
кейін ішуі бүкіл үрдісі осы Бернейстің ойымен келіп, және Кока-кола адамзаттың бүкіл елге тараған сусын деп айтуға болады. Тағы бір мысалға келтіруге болады, яғни темекі. Шылымды шеге бастағанмен көбіне шылым бұл ер азам, яғни ер адамзат, соның ішінде ер адамдардың көп шегетін шылым есебінде бұл тек қана ер адамдардың арасында кең тараған деп молынан, бірақ әйел адам сол кездердегі 20 ғасырда тең құқық алып бастаған кезде кейбір әйелдер өз-өзін тыныштандыру үшін және өз-өзін еркіндеу сезіну үшін тең құқылы шылым шеге бастады. Осын пайдалану үшін де үлкен жарнама жүргізді. Яғни сол кездердегі Филипп Моррис деген үлкен компаниялар осы Бернейс жалдайды. Яғни Бернейс ойлана келе және сол кездердегі психологтармен сөйлесе келе ойға келеді. Яғни әйел адам не үшін шегеді? Сол тең құқылы, тең дәрежелі, сол бірге завод, фабрикалар жұмыс істеп жатқан әйел, яғни өз-өзін еркін сезіну және қоғамның қысымын сезінбеу үшін тығылып шегеді. Сондықтан үгіт жарнамасында, яғни әйелдерге ұранның есебінде жасады. Яғни сен тең құқылысың, сен бостандық жалын жақ деген. Яғни содан басталды, орысша айтқанда факел свободы дейді. Осылайша үгіт насихатпен бүкіл әйелдер 20 жылдары шылым шегуден бастады. Яғни үгіт насихат біздің ақпарат көзімізге сол кездердегі әрине бүкіл реклама билбордтармен және газет журналдарға шыға бастағандықтан әйелдердің көбісі өз денсаулығына керек пе керек емес пе қажет етіп көп ойланбастан шеге бастады. Сондықтан да үлкен компаниялардың көбісі үлкен табысқа жеткен бастап Бернейстің көптеген мысалдар келтіруге болады, дәрежесі мен атағы шыға бастады. Осылай, яғни бұндай үгіт насихат, ақпарат адамның өмір салтын, ішіп жеу, киіну бәрін осылай реттеуге болады. Эдвард Бернейс өзі еврей болғанмен көптеген осылай көзқарас және жарнама жайлы, үгіт насихатты қалай дұрыс жүргізу жайлы кітап жазып шықты. Сол 30 жылдары шыққан кітабын негізі сол кездердегі 30 жылдар ортасында Германиядағы билікке келген ұлтшыл фашистерді пайдаланды деп айтуға болады. Яғни соның бірі Геббельстер қанша еврейлер жек көре берсін, осы Бернейстің жүйесін толыққанды пайдаланды. Яғни халық арасында үгіттеу, халықтың не ойлап, не қалайтын психологиясын зерттеу. Сондықтан да болады. Мысалға, Эдвард Бернейстің мемлекеттік, яғни саясаттағы политтехнологияның алғаш бастамасын жасаған адам деп айтуға да болады. Сондықтан көптеген фашистердің жасаған қылықтары мен үгіт насихатын бірі Бернейс өзі қаламаса да кітап арқылы жол ашып берді деп айтуға болады. Яғни сол кездерде үгіт насихаттың басшысы Германиядағы Геббельстің жасаған бүкіл жүйелік ақпараттық реформалары осы Бернейстің кітабына сүйене отыр. Эдвард Бернейс жалғыз Америка құрама штаттарына әсер еткен жоқ, бүкіл әлемге әсер етті. Яғни сол кездердегі Африка елдері, Латын Америкалы, басқа да елдердің көбісіне үлкен компаниялардың филиалдары ашыла бастады. Яғни сол тұрғылықты халықты өз иелігінде ұстауға, жаңа бағынышты қылуға агрессивті бай компаниялары Бернейсті жалдай бастады. Яғни сол кездердегі қарама-қайшылықты пайдаланып капитализммен жақтап коммунистерді жамандауға және сол тұрғылықты адамдарды құл құсатып ұстау. Бірақ ол компаниялардың жаманатқа келмеу үшін қандай жарнама жасау, қандай қадам жасау деген, яғни көптеген қадамдар стратегиялық. Қазір мысалға айтады ғой, пиар менеджері де сол сияқты көптеген осындай мамандық пайда болуына әсер еткен адам осы Бернейс ойлап тапты. Соның бірі мысалға кезінде Латын Америкалықтағы біз көп саясаткерлердің айтатын банан республикалары деп, осы Бернейстің арқасында ұғым пайда болды. Банан республикасы деген сол Латын Америкасында Колумбия, басқа Никарагуа деген сияқты шағын мемлекеттердің көбісінде Америка компаниялары банан экспортымен айналысты. Бірақ сол кездердегі жергілікті тұрғылықты халық аз төлейді және қиын жұмыстарына көнгісі келмей қарсы шыға бастаған кезде Бернейс сол компаниялар жалдап Бернейсті қандай қадам, қалай үгіт жүргізуге болады деген кезде, яғни жергілікті адам үшін жақсы жағдай жасалмасаңдар, онда Америка мемлекеттік барлау және басқа да күш құрылыммен сыруға қысым жасауға болады. Яғни сол кезде банан республикаларының көбісі коммунист болып кетеді, коммунизмді қолдайды деген өтірікте болса ақпарат жүргізейік. Сондықтан олар қорыққаннан болса да қаражат бөліп ықпал жасағысы және капитализмді, яғни көптеген компанияларды қолдауға мәжбүр болады деп. Осылайша 20 ғасырларда 30-40-50 жылдардағы көптеген коммунистер мен капиталистердің арасындағы қысым пайда болуының бастауы осы Бернейстен де көреді. Яғни заңды болсын, заңсыз болсын, көптеген үгіт насихат жүргізген үшін өтірік те болса. Үгіт насихат әлі де күшті. Мысалға, қанша қырғын жасаса орыстарда әлі Ресей Федерациясында Сталинді мақтайды, қанша миллиондаған адамдардың тағдырын жуса. Және біздер мысалға Қазақстанда көбіне
пайдалы. Мысалы Шыңғысханды көп мақтанады, көбісі Шыңғысхан ұрпағымын деп айтады. Ол рас па бұрыс па ол жайлы білгісі келмейді. Сол сияқты көптеген халықтың психологиясы мен ойын зерттеу және сол арқылы адамдарға бағынышты болу оның бір үлкен құрал деп айтуға да болады. Соңғы кезде мысалға айтып Назарбаевтың да елбасы көптеген үгіт насихат жүргізіп оның титулын алып тастап қазір жаңа Қазақстан деп айтуы, бұның бәрі политтехнология деп айтуға болады. Тоқаев мақтауы, яғни бәрді ескі жүйемен жұмыс істейтін біле тұра жаңа үгіт насихат жүргізу және қазіргі соңғы 10 жылда пайда болған үгіт насихат жүретін бұл Instagram желісіндегі блогерлерді айтуға болады, әртістерді, яғни өзі сондай өніммен немесе құралмен қолданбаса да соны өзінің жазушылары, яғни өзіне жазылған адамдарға үгіт насихат жүргізіп сол өнімнің қаражат алуы, бұның бәрі осы бір ғасыр бұрынғы Бернистің бастамасы деп айтуға болады. Сондықтан қазіргі ақпарат кеңінен тарайтын, кеңінен бүкіл адамдардың адамзатта болмаған жағдай қазіргі ақпаратты әрбір адам қазіргі өзінің смартфоны арқылы тез уақытта ақпаратты біледі және тез уақытта уланады деп айтуға болады. Сол ақпарат арқылы бұл үгіт және жарнама агрессивті маркетингтің құлы болып та таныламыз. Сондықтан қазіргі бүкіл жасап отқан және алып отқан заттарыңыздың көбісі үгіт насихат жарнама арқылы келген және сіздердің толыққанды өз шешіміңіз болып танылмайды. Соны біле жүрейік және көптеген жарнама сене бермейік, сараптама жасайық, өз ой пікірлерімізді біліп, қаншалықты керек екенін білу керек. Яғни қазіргі iPhone алу жарнамаға сеніп, яғни адамдардың қазіргі соншалықты жарнаманың құлы болғаны сондықтан басқа адамның сен жайлы ой пікірін білгің келеді және соған қалыптасқың келе несие алып iPhone алу, басқа да қымбат зат алу, бұның бәрі жарнама. Мысалға сол Бернистің бір жасаған қадамы, яғни сол кезде 30 жылдары көптеген бриллиант асыл тасты сақиналардың өтпегенін осы Бернист жалдаған кезде Бернист өтірік ақпарат шығарады. Яғни орта ғасырда бүкіл адам, яғни өз ғашығын сүйген адамдар гауһар тасы бар, яғни бриллианты бар сақина сыйлаған әйеліне ұсыныс жасаған деп. Осы уақытқа дейін келетін бүкіл кино, басқа да үрдіс жасап жүрген тізерлеп, қазір қазақтарда көп қарсы пікір білдіріп жатқан тізерлеп ұсыныс жасау өзінің қызына осы Бернистің ойлап тапқан жарнамасы деп те айтуға болады. Сондықтан қазіргі тортты үру осының көптеген өзінің тарихында негізі жарнама үгіт насихат жатыр. Яғни Бернист сияқты үлкен маркетологтардың адамға, яғни бүкіл өтірік жалған ақпарат жасап қайткенде де өнім сату. Сондықтан адам әрбір саудамызды, әрбір шығынымызды зерттеп ойланып, қаншалықты керек пе, қаншалықты біреудің сіз жайлы ой пікіріңіз білгіңіз маңызды емес, өзіңіздің қалтаңызбен өзіңіздің қаражатыңызды және өзіңіздің ой пікіріңізді өз-өзіңіз сараптап байқуатты болыңыздар ағайын. Каналға жазылып лайк басыңыздар және бұл шығарылым жайлы өз пікірлеріңізді айтып кетіңіздер, қаншалықты сізге пайдалы болды бұл ақпарат және жан-жаққа таратсаңыздар каналдың дамуына үлкен үлес қосасыздар. Толыққанды тыңдағандарыңызға көп рахмет.